Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған поэзия эстафетасын Егемен Қазақстан газетінен қабылдаймыз. Жүрегім, ойбай, соқпай енді, бола берме тым күлкі, көрмесін бе, тоқта енді, кімге сенсен сол шікі. Жетім қозы, таз бауыр, түнілерде отығар, сорлы жүрек, мұнша ауыр, неге қатты соқтығар. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Домбыраға қол соқпа, шымырлатып бір-бірлеп, жүрегім соқпа, кел тоқта, жас келер көзге жүз жүрлеп. Қайлығы көңілім қайдағы, бұрынғымда жаңғыртар, қайратты алы бойдағы, басынды қайғы қанғыртар. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қолық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Путь в горе стойким, закали свой дух, к соблазнам, что сомнительны, будь глух, уйди в себя, достигни сути в сердце, там истина, которой нет вокруг. Айттым сәлем қаламқас, саған құрбан мал мен бас, сағынғаннан сені ойлап, келер көзге ыстық жас. Сенен артық жан тумас, туса туар, артылмас, бір өзінен басқаға ынтықтығым айтылмас. Холодный ум, нерастопимый лед, его лишь сердце страстное поймет. Но только терпеливой воле власть соединит и ум, и сердце страсть. Третьих дара собственной души ты порознь растранжирить не спеши. Иной, однажды став ущербен хоть в одном, ты пропадешь на поприще земном. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар деме сендей бір адамның баласы. Бар деме сендей бір адамның баласы. Жылайын, жырлайын, ағызып көз майын, айтуға келгенде қалқама сөз дайын. Айтуға келгенде қалқама сөз дайын. Ал енді біз осы эстафетаны атақты жазушы ақынға Олжас Сүлейменов ағамызға және Литер газетіне жолдаймыз.